Assalamualaikum, benim оқырмандарым. Сізбен бірге міне тағы да бір видео жасап жатырмыз. Сізбен бөліскім келіп жатыр. Ақтөбе қаласына киіктің еті келіп жатыр. Өте семіз киіктің еті. Жақсы семіз киік тап болды. Сол бұйырса, сол киіктің етінен майын араластырып, өзінің майы. Басқа май жоқ, бізде таза киіктің өзінің майы, өзінің еті, осы арада шұжық әзірлейміз. Соны бізбен бірге көріп отырыңыздар. Қалай жасалады, қалай істейміз. Сол бұйырса, мына етті сылып алдық. Өзінің сүйегінен осыдан бұйырса, шұжық әзірлейміз. Мясорубкадан өткізіп аламыз. Мясорубканы қосамыз. Тартып атқан жағдайда, бұл бұйырса болашақта да сауатсаңыздар, бір ет, бір май салып отырған жақсы болады, араластыруына да жақсы болады өзінің. Сол біздің бірге тамашалап отырыңыздар. Киіктің етін тартып болдық. Мен жаңа айтқанымдай, бір ет, бір май салу үшін онда себебі бар. Ет, даланың еті болғасын, киіктің еті болғасын, шамалы шамыры болғасын, мясорубка шамалы қиналады. Қиналған уақытта май араластырып салып отқан кезде тартымы жақсы болады мясорубканың. Бір жағынан да өзінің себебі бар. Бір май, бір ет салып отқан үшін. Етті жайдық. Қазір мына мясорубкадан чеснокты өткізіп аламыз. Мясорубканы өткізген кезде, мясорубканың тесігін егіріп шамалы үлкендеу болған жақсы. Майға да жақсы, етке де жақсы, өзін мясорубканың өтетін жеріндегісі. Міне, араластыратын алдында шамалы тұз қосамыз. Тұз қостық. Тұзды шамалы қосуға болады бұл. Свежий ет болғасын. Сосын мына жерде приправа смесь перцев дейтін жақсы перец. Тоже осыдан қосамыз. Так, сосын мына жерде шамал укроп, зелень, сушеный ет. Тоже қосқан жақсы болады. Так, сосын қарабас обязательно қосамыз. Бәрін қосып аламызда. Мұның бәрін араластырамыз. Шұжығымыз дайын. Міне шұжық болып бұлай жасадық. Шұжық өте дәмді болып шығу керек. Бұйырса духовкаға саламыз, духовкаға салып әзірлейміз. Мына қалғанын фарш қылып қалдырдық, котлет жасаймыз. Котлет жасаймыз деп шештік. Киіктің етінен жақсы қуырдақ болады, қуырдақ жақсы шығады. Қуырдақ өте дәмді, киік жақсы, семіз, көрініп тұр. Так, жеттермен шамал майдаға оламыз мұның астына. Астық қызып кетпеу үшін сосын сақтыналан саламыз. Кеше бұл түнімен тұрды, бүгін міне күндіз
кешкі ужинға бұйырса шұжық жейміз. Осылай саламыз, басып қоямыз. Болды. Бұйырса сосын бізде мынау біздің оформление болады. Так, мынау ащы бұрыш. Ащы бұрышты ыстыраймыз. Шамалы бүйтіп уқалап жібереміз ащы бұрышты. Так, үстін шамал бүйтіп ыстыраймыз. Так, шамал пісіп қалды деген кезде үстіне шамал картоптар саламыз жандарына. Сонымен оформление болды. Бұйырса осылаймен духовкаға көтереміз де духовканың ішіне салып жібереміз. Духовканы шамал жағып қойдық, уже қызып тұр духовка. Дайын осылай болды. Шамал қызған соң жайлап алып мынаны тесіп қоямыз бүйтіп. Желатиск болса, желатискімен, желатиск болмаса осылай сушитын таяғы